Атақлы композитор, белгілі ұстаз Әлімжан Халимов Қарақалпақстанда профессионал музыка өнерінің тикарын салушылардың бірі сыпатында һәмме уақыт хүрметпенен тілге алынады. Қарақалпақстанның музыка тарихында оның елеулі орны бар. Өзбекстан мемлекеттік консерваториясы Нөкс филиалы һәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театр менен біргелікте Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисті, Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, композитор, дирижер, педагог, жәметлік қайраткер Әлімжан Халимовтың өмірі һәм дүрітушілігіне бағышланған конференция шөлкемдестірілді. Әлімжан Халимов 1912 жылы атақлы қосықшы Халим Ибадов шаңырағында дүнияға келген. Кең диапазонлы дауысқа ие атасы Бұхара әмірінің сарай қосықшылары арасында ең зор абырайға ие болып, ол өзінің қосықшылық мектебін ашқан. Көп қана әжайып шәкіртлер таярлап жетілістірген. Атасының тікелей қолап қуатлауы менен ол көркем өнер тарауында білім алған. Композитор көп әсірлік музыка мәдениетін, көркем өнерін, салт дәстүрлерін, үрп әдетлерін, халық ауызекі дөретпелерін зертлейді. Елімізге белгілі Құрбанбай жырау, Қияш жырау, Ешшам бақсы, Жапақ бақсы Шамуратов, Ибраим Патуллаевлар менен тығыз дөретушілік байланыста болып, олардың көп қана халық қосықларын, намаларын нотаға түсіріп жазып алады. Ол театр сахнасында 15-тен астам спектакльлерге музыка жазады. Яғни сүймегенге сүйкенбе, Айгүл Абад, Арал қызы, Бердақ, Жас жүреклер, Ғарыбашы һәм басқа да музыкалы драма һәм комедияларын театр репертуарында ұзақ сақланып, тамашагөйлердің сүйікті шығармасына айлануында оның үлкен үлесі бар. Әлімжан Халимов тек қана композитор сыпатында өзі жасап өткен дәуірде сол басқа Бұхара ел атынан келсе де Қарақалпақ халық қосықларын жақсы меңгерген инсан есептелінеді. Оның музыкаларында, мелодияларында сол Қарақалпақ халқының майда ырғақлары, сондай-ақ сол халық ауызекі дөретпелерін жинап, өзінің қасына сол бақсыларды, Жапақ Шамуратовларды, Ансатбек Хайраддиновларды топлап, біргелікте олардың жазған қосықларын нотаға түсірген профессионал композитор есептелінеді. Соның ұшында оның жазған халықнамалары, милли музыкалары бүгінгі күнде эстрада жөнелісінде де заманауи вариантта атқарылып келінбекте. Бұл не дегеніміз, композитор Әлімжан Халимов бүгінгі күнде де екінші өмірін жасап жатыр деп айта аламыз. Әлбетте оның өмірі һәм дүрітушілігі келешек жастарға өрнек бола алатын мектеп есептелінеді. Ол бірнеше жылдар дауымында Қарақалпақстан композиторлар ауқымын басқарып, бірнеше дүркін жас өнер иелерінің қанегелігін жетілсіп баруына үлкен ғамқорлық етті. Сондай-ақ Әлімжан Халимовтың өмірі һәм дүрітушілігіне бағышланып, Әму бойының ашық атлы монографияның да презентациясы болып өтті. Бүгін тадбір сабапчысы бұл нафақат санат ахлini, balki mening otam faxrlanaman o'qishi bilan. Dadajonimni, otamni faqat san'at asarlaridan emas, balki o'qishini hayotda mehribon inson, e'tiborli ota, insonparvar, san'atga sadoqatli inson edilar. O'qishini yaratuvchan ruhini ko'rib, san'atga bo'lgan muhabbatlarini ko'rib biz uyg'onganmiz. Bu farzand uchun baxt. Otamning ijodi yashasa, bu xalq uchun boylik bo'lsa, otamni nomi yashasa, bu men uchun sharaf. Shu bilan faxrlanaman. Республикамызда музыка мәдениетін рауажландырудағы педагоги минетлері үшін Әлімжан Халимовқа 1949 жылы Қарақалпақстан Республикасына минеті сіңген көркем өнер қайраткері. 1957 жылы Өзбекстан халық артисті құрметлі атақлары берілді. Ол біріншілер қатарында 1967 жылы Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Композитор 1984 жылы 72 жасында дүниядан өтті. Сондай-ақ концерт бағдарламасы да шөлкемдестіріліп, оның дүрітушілік жұмыстары үлкен сахнада және бір мәрте жаңлады.